Сіздермен қазір мен өзімнің киндерға арналған үйшігімді көрсетемін. Мен бұл үйшікті өз қолымнан жасадым. Мінекей бұл шатыры үйдің, мұны терезесі, мұны есігі. Бұл үйшікте 3 бөлме бар. Бірінші біз залдан бастаймыз. Бұл үйшіктің залы. Мына залда теледидары бар. Менде үстелі және отыратын диваны бар. Міне бұл диванды мен өз қолымнан жасап қойдым. Бұл екі көпшіктері, ал мынау өзі диван. Ал мынау кілемі, ол залға арналған кілем. Розовый обои бар. Енді мен комнатты көрсетемін. Бұл бөлмеде Аврора ұйықтап жатады. Бұл бөлме осы Аврора деген қыздың бөлмесі. Мұнау Аврора деген қыздың күшігі. Ол қасында күнде бірге ұйықтап жатады. Ал мынау Аврораның кроваті. Мен сіздерге көрсетейін. Мынау Аврораның кроваті. Мынау көпшігі, мынау простынасы, ал мынау көрпесі. Осының үстінде Аврора ұйықтайды. Ал мынау Аврораның ең жақсы көретін игрушкасы. Не, бұл өте жұмсақ. Ал мынау сол Аврораның шкафы. Не, бұл мына жақтан ашылады. Оның ішінде Аврораға керек заттар бар, және де ақшалары бар, лосиналары бар, киімдері бар. Міне бұл Аврораның кілемі. Бұл жасыл түсті, ашық жасыл. Енді біз 2 бөлмені көрсетіп шықтық. Енді 3-ші бөлмені көрсетеміз. Бұл бөлме демалуға арналған бөлме. Бұл бөлмеде демалып жатсаң болады. Бұл демалатын жер. Сондай мұны үстелі, оның үстіне отырып алып коктейль, соктар ішсең болады. Ал мынау сол демалатын жердің жататыны. Сол жаққа жатып алып демаласың. Бұл кунг-фу панда. Ол демалып жатыр қазір. Демалсаң осы жерге жатасың. Немесе тамақ жеуге де болады. Және мынандай кілемі бар. Бұл шатырдың іші. Міне бұл шатыры, ал мұны соның іші. Сау болыңыздар. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.